Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгінгі видеомызда біз жылқымен серуендейтін боламыз. Жылқыларды кішкене жүргізіп қайтайын деп шықтық. Қар қалың. Bir жағынан сіздерге ауылдың табиғатын да көрсетемін. Ең қазір астымда жирен тай болып тұр. Келесі видеоларда қарақманды мініп шығатын боламын. Қойдың жолына түсіп алайық. Жылқымен шапқан кезде осы негізі қойдың жолымен шапқан дұрыс. Себебі қойдың жолында жылқы астында жерде тас бар ма, барлығы шұңқыр, бәрі көрінетін болады. Ал сіздер мынандай тапталмаған жермен шапсаңыздар, шұңқырға неге жылқының аяғы түсіп кетіп, жылқыны құртулары мүмкін. Ал қазір шауып көреміз. Бірақ астында тай болып тұрғаннан кейін мен өзім сіздерге ана жотаға барып ауылды көрсетейін деп тұрмын. Қазір сол жаққа атпен баратын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, әлі қызықтар болады. Ал кеттік. Қазір қыс мезгілінде нағыз осы тайға мінетін сезон. Асауды үйреткенде жығылсаңыздар да қарға жұмсақ қылбайсыздар. Кейбір адамдар жылқыны жазда үйретіп атады. Бірақ өзі басым осы қыста үйреткен дұрыс па деп ойлаймын. Кішірек жастай боласың, жүрісі дұрыс болмай жатыр. Өз жолға жылқы. Бүгін күн жылы болып тұр қайта. Осыдан 2-3 күн бұрын аяз болып еді. Жылқымен амай қалдық. Бүгін температура көтерілгеннен кейін күн шығып, сол жылқыға мінейін деп шыққам ғой. Достар, видео ұнап жатса каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Үйлеріңізде қандай ат бар, породасы қандай, соны жаза кетіңіздер. Біздің жердің табиғаты осындай.
жазда да түсіретін боламын алда әлі. Жазда вообще әдемі көрінеді. Бұдан да. Мынау таулар. Өзі тай болса да даусы жуан осыдай. Әскерген жорға жүріспен жүріп көрем. Жорғасына салды. Видеоның качествосы төмен болса ренжімеңіздер достар. Себебі жылқының үстінде отырып түсіру деген ол оңай емес. Шабысқа да сала бастады ақырында. Сылайынан жүріп ауылда жылқымен келген еретсіне. Биыл біз жақта қыс қалың болған жоқ, қар. Қыста жылы болды. Осы ақпан айында ғана кішкене күн суытты қатты. Қалған күндері былай күн жылы болды ауылымызда. Қазір сіздерге жылқыға кішкене алып. Бағанадан бері шауып жүрген жылқым. Тайым осы міне. Ары қарай жолымызды жүре береміз. Мен сіздерге уәде бергендей, мына жотаның басына барамыз қазір. Осы жылқы шапқаннан гөрі жорғасы мықты. Çabuk. Mine şabısqa saldı. Жылқыны шаппастан бұрын бірінші жорғалатып жүргізіп денесін қыздырып алыңыздар. Сонда жылқы жақсы жүреді. Денесі қызғанда. Мысалы сіздер жаттығу жасаған кезде де бірінші денелерін де қыздырасыздар. Сол сияқты жылқыны да қыздыру керек. Қазір әдемі шауып келеді. Видеодан жақсы көрініп отыр ма? Сіздерге. Достар, біздің каналды көп адамдар тіркелмей көреді екен. Сол үшін каналға тіркеле кетіңіздер. Алда әлі көптеген видеолар шығады қызықтан. Мал бордақылау, мал сою, ауыл шаруашылығына байланысты қызықты көкпардағы видеолар бәрін салатын боламын. Жылқылардың шабысы, қызықты сәттер, неше түрлі топтар салатын боламын. Сол үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Шетінде колокольчикті басып, сонда біздің шыққан видеоларды сіздер әрдайым бірінші көретін боласыздар. Мына жер омбы қар екен. Атпен түсіп кете жүзден. Қар қалыңдау болып тұр. Достар, біз ана жотаға шығамыз ба деп ойлағанбыз. Бірақ ол жотаның жаны арық бар еді, терең сай. Бұдан өте алмайды, мына тай келесі жолы басқа жылқының önüne шыққанда түсіретін боламын.
Міне жотамызға да кеп қалдық. Қазір осыған шығатын боламын. Бұның ар жағындағы тегіс даланы, кең даланы көретін боласыздар. Қазір азы қалды. Мына таулар сіздерге видеодан жақсы көрініп тұр ма? Білмеймін, бірақ өте әдемі таулар. Омбы қарлатып келе жатырмын қазір. Тайға кішкене ауыррақ болып жатыр. Міне төбемізге де жетіп қалдық. Жылқы шөлдей бастады. Бірақ қар немесе су еруге болмайды. Жылқы терлеп тұрғанда тышқан болып қалады дейді. Оны білесіз жарсыздар өздеріңізге. Сол себепті жылқыны суытып барып үйге барғанда берем. Жотамызға да шығайын деп тұрдық. Аз қалды достар. Мына жердің қары вообще терең екен. Атым шыға ала ма білмеймін, қазір көреміз. Hoppa. Al, жотаға да шықтық. Негізі ана дәу жотаға барамыз деп ойлағанбыз. Бірақ ол болмай қалды. Мына жердің қары терең екен, жылқы сескеніп жатыр. Жаңа көлеңкеге барайық. Ал достар, осымен жылқыға мініп серуендеуіміздің бірінші бөлімі бітті. Келесі күні сразу осы видео 10 лайк жинаса, келесі видеосын салатын боламын. Ары қарай қыдырғанымызды. Видео ұнаса достар, каналға тіркеліп лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті баса кетіңіздер. Бұл бізге кәдімгідей қолдау береді.